Сәлем қыздар, мен тоқма әлеміме қош келіңіздер. Бүгін біз помпон жасаймыз береткамызға. Мұны береткамыз. Осыған біз помпон жасауымыз керек. Мен алдында видеоларда айтып кеткенмін. Бұл жерде бізде жиынтық болады деп, жиынтық болған соң помпонға да екі түсті жіп керек болады. Екі түсті жіп және мынандай помпонница дейді. Бұның размерлері болады. Бөлек видео түсірсек те болады бұған помпонницаға. Әзірше осылай түсіре берейік. Мен мынау 5,5 миллиметрлік нені алдым. Бұны ашамыз. Ашып бұлай екіге ажыратамыз. Көрдіңіздер, бұлай болып тұрады. Өзі екі детальдан тұрады. Бүйтіп құлыптанып тұрады. Осыны ашамыз құлыпты. Әрине басқа да әдістер бар. Мен бұрын картонмен де жасап көргем. Негізі көп помпон жасамаған, бірақ солай іздейсің өзің ютубтан қалай жасауға болады деп, сол кезде осы помпонница дегенді көріп, тапсырыс беріп, бір интернет дүкеннен, қазір есімде де жоқ қай дүкен екен, алдым. Енді біз мына помпонницаның екі жағын жіппен толтырамыз, екі шетін. Қай жерден бастайсыз, өзіңізге қалай ыңғайлы. Бұлай сәл бет майыстырып ұстап алған жақсы, негізі ыңғайлы. Так, мен мына басынан бастайын, маған осы ыңғайлы болып тұр. Енді бұл жіпті толтырған кезде бұлай бетіп жылжытып тығыздау қылсаңыз болады. Енді бір тегіс етіп жасаған дұрыс әрине. Бағана жібіміз арасына кіріп кетті. Ұзындау алып қойған екем. Бірінші бір қатар жүріп шығамыз. Сәл қысып қойсақ болады. Анау қазына шекке тыққанда не аламыз ғой, тығыз аламыз ғой, сол сияқты. Осылай мына помпонницаны осылай толтыра береміз жіпке. Томпайып, симай баратқанша. Неғұрлым көп жіп болса, соғұрлым помпоныңызда пушисті болады. Бірақ ескеру керек. Мына жіп, мысал үшін, жеңіл жіп емес. Сондықтан ауыр да болып кетуі мүмкін, егерде қатты толқып кетсе. Так, мен ажып. Енді осылай жобасын осылай толтырдым. Бір шетін қалдырып қою керек. Бізге керек болады байлаған үшін. Бір жағын енді дәл осылай осындай әдіспен екінші жағында толтыруымыз керек. Енді мына помпонницаның екінші жағын толтырамыз. Жақында де, екеуі бірдей болсын. Томпақты есептемеп, бұн қанша қатар тоқтай алынды. Есептей салу керек. Егер көп жасайтын болсаңыз, көп тоқитын болсаңыз, үнемі тоқып жүрген болсаңыз, осындай помпон жасап жүрген болсаңыз, әрине бұл нәрсенің бәрі тәжірибемен келеді. Осымен аяқтай салайық. Көреміз енді қандай болатын. Енді не істейміз? Мұны орап біттік. Енді екеуін қосу керек.
Мына енді помпонымызды толтырып болған соң біз мына екі шетін құлтап қоямыз. Қазір көрсетейін. Так, былай. Мына екі шетін толтырдық қой. Енді былай екеуін қосамыз. Мына жерінен екеуі құлтанады былай. Болды, құлтанады. Және енді мына шеттерін кесуіміз керек. Арнайы пышағыңыз болса, пышақпен кесесіз, немесе мен өткір қайшыны алып алғам. Егерде мына помпонды көбірек орасаңыз, әрине пышны әдемі болады, бірақ дәл осы Alize Baby 5-тен егерде мына жаққа көп жіп орасаңыз, ауырлау болады, баланың басына ауыр болады деп ойлаймын. Сондықтан мен көп алған жоқ, көп жіп. Қазір көреміз нәтижесі қалай болатынын. Так, мына ашылды. Екінші жағын жасаймыз енді. Осыныз. Так, мына жағының қырққаның айлы әрине. Мына шеті бостау сияқты кетті, десіз қырқылып. Мынандай домалақ пайда болды. Енді мына тұрған ашылып тұрған жерге жіпті алып өткізіп, солай қысып байлаймыз. Осы процесті мен негізі қаз тыққанға ұқсатып отырмын да, қаз тыққан тасыны ұната бермеймін. Қаттырақ қысамыз, ашылып кетпес үшін. Так. Енді мына шетіне өткізіп аламыз. Қаттырақ. Тағы бір рет өткізіп алайық. Оқ, что-то жіптеріміз мына жақтан шығып кетті. Енді мына құлтанған жерінен ашып көрейік. Так, екі жаққа қарай ажырату керек. Былай. Былай. Так, мына ажыратып алдық. Мына жақта біздің жаңағы байлаған жібіміз жүр. Енді мына шығып тұрған, жалбырап тұрғаннан әрине алып тастау керек. Өткір қайшымен. Мүмкін сіздер менікінен де керемет жасарсыздар. Мен бұл помпон дегенде күніге жасап жүрген жоқпын. Сіздерге мынау видеоны түсіру үшін, береткама толық видео болу үшін осылай жасап жатырмын. Артық тұрып шығып тұрған жерлерді алып тастаймыз. Помпонымыз домалақ болу керек қой. Енді жобаға келді. Мен қатты көп жіп ораған жоқпын, өйткені Alize Baby 5 деген өзі аса қатты жеңіл жіп емес, сондықтан баланың басына ауыр болмасын деп қатты толтырған жоқпын помпонницаны. Енді біз келдік мына жерге. Неміз тастап кетіппіз ғой. Енді түсінікті, мына бетіне өткізіп алу керек. Осылай бір болмаса бір зат қалып кете береді. Енді бізге бұны бұлана бетіне өткізіп алу үшін негізі ілгек керек. Кешіріңіздер, видеоны үзбес үшін осындай қадамға бару тура келіп отыр. Так, мынаны бір жерінен өткізіп алып, мына екеуін екінші жағынан, екіншісін мына жағына өткізіп алайық. Қазір.
Так, енді помпонды өткізуді білетін шығарсыздар. Осыншама затты тоққан адам помпонды өткізуді біледі, бірақ тек қана сіздер жаңағы бұл жерде мен қолдан жасалатын помпон көрсеткім келгені, өзім де биыл осы помпонницаны биыл алып, өзім де жаңадан үйреніп жүрмін. Мана өткізіп алдық. Мына негізі ортасынан емес, біреуін ортасынан емес, бір шетінен алайық. Так, вот. Енді әренен байлаймыз. Жуатын кезде помпон алып тастап жусаңыз болады. Кір болып қалса, енді амал жоқ, кір болып қалса жуасы аккуратно. Енді мына жіптердің бәрін қалғанын қайшымен өткізіп алып, жасырып және қайшымен тігіп қоясыздар. Осындай помпончик пайда болды. Сау болыңыздар, қалған өздіктеріңізден бітіре беріңіздер. Менің каналыма қолдау жасап жүріңіздер. Сау болыңыздар.